Қайырлы күн, қазақ елі. Бүгін аналар күні деп таңертеңнен бері қаншама әлеуметтік желіде құттықтаулар болып жатыр. Осыған байланысты мен сіздерден сүйінші сұрағым келеді. Кеше Нұрбек Амишаның соғыс жесірлері деген деректі кино көрдім. Риза болып тұрмын. Білесіздер ме, неліктен? Соғыс туралы қанша мың рет айтылды, жазылды, көрсетілді, кинода түсірілді, небір романдар жазылды. Ал бірақ бәрібір шынайы мына өмірдің, деректі өмірдің сәттерін көркем образбен нақыштаған бір шынайы сондай бір адами деректі кино көріп соған қуанып отырмын. Өйткені қос ананың тағдыры арқылы қазақ әйелінің ішкі жан дүниесін керемет кәдімгі ашып көрсетілген кинода. Алып баратқан ешқандай бір еш нәрсе жоқ ол жерде. Кәдімгі қазақтың әйелі жас кезінен екеуі де кеулері соғысқа кетеді. Қилы тағдырмен енді олардың өрледі ғой өмірлері. Соны енді анау Райхана Кейуана анамыздың енді сөз саптауы баяғы менің Тәушен анам сияқты. Тәушен апам сондай еді жарықтық. Әрбір айтқан сөзі образбен айтылады. Ана кісінің тыңдай бересің. Кәдімгі бір халықтың арасында жүрген бір академик аналар болады ғой. Әрбір айтқан сөзінің иірімдері ана образбен беріп тұрады ғой жаңағы. Әшейін ғана жай сөз. Бірақ ар жағында қаншама иірім тағдырлар жатыр. Соған ана кісі метафораны қолданған кезде сұмдық енді. Бұл енді фильм авторларының бағына біткен кейіпкер болып тұр. Иба деген анамыздың тағдыры да сұмдық, керемет. Енді ол жерде мынандай тәсіл болып тұр. Яғни ол адамның өзі жоқ өмірде, бірақ ол сол жан-жағындағы жүрген адамдардың жадындағы образын тірілте білген. Міне, ол кейіпкердің барлық тапқырлығы да, басқасы да оның жасаған өмірдегі қарапайым ғана тұрмыс тіршілігі, бірақ соның өзінде қаншама нәзік тамшылар арқылы, және оның үстінде жаңағы сол кездегі олардың өмірлерінің кейбір сәттеріне көркем тәсіл пайдаланған, көркем киноның тәсілін, яғни әртістер ойнайды, бақырайтып, ойбайлатып ойнамайды, жай ғана сөйтіп отырып, қамшыда 8 өрім қамшы дейміз ғой, сондай сияқты монтаж қойған. Сонда бәрін астарлатып алып келген кезде не шықты? Екі әйелдің тағдыры арқылы қазақ қоғамының осы 80 жылдық деп отырмыз ғой, соғыстың біткеніне. Міне сол соғыстың адамдардың, аналардың тағдырында қалай өрнектелді. Ол кісілер сол үшін өмір сүрді. Менің ұстазым Кәрім Танаев, Қазақ телефильм студиясының директоры болып тұрған кезде, Тәушенді сол кісінің қолдауымен түсіргем. Сонда айтты ғой, егер сенің киноңда изюминка болмайтын болса, онда бесполезно, ол киноңнан тым шықпайды деді. Сонымен мына Нұрбек інілеріміз ғой енді артымыздан ерген. Не істеді екен деп қарап отырмын фильмнің аяғына дейін. Қарайым, мына жерін былай жіберіп, музыкасын былай жіберген. Бәрін көріп отырмын ғой енді. Документалист болғаннан кейін енді артыңнан ерген шәкірттеріңнің аяқ алысын байқайсың ғой. Соңғы эпизодтың ар жақ бер жағында изюминкасы жарқыда қалды. Және жарқыда қалған кезде
Bilesіздер ма? Райхан апа айтады ғой. Сонша ғашығы, өмір бойы қанша қиындық көрсе де, сол үшін өмірден өтіп кетсе де, соның әруағы үшін өмір сүрді ғой ол кісі. Міне, қаншаға келген кейуана. Жерді бір сөз айтады, ой айтады. Керемет. Керемет. Екеуі тілдеседі. Мына дүние мен ана дүниенің арасындағы сондай бір нәзік байланыс. Ол философиялық, лирикалық, тіпті Сүйменгі осы. Ал не айтқанын мен сіздерге айтпаймын. Соғыс жесірі деген деректі фильмді әлеуметтік желіден тауып алып өздеріңіз көріңіздер. Ал қазақ экранда жаңа бір туынды келуімен құттықтаймын. Айналайын, сыр бойы өзімнің туып өскен жерім ғой. Қуанамын сіздерге. Сіздердің әрбір еңбектеріңізге, қадамдарыңызға шын жүректен соған көріп сүйсінуші жерлестеріңіз Қалила Омаров. Жақсы. Қазақ елі аман болсын.